Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін үй жағдайында осындай дәмді корндок жасайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Бізге қажетті заттар сосиски, ұн, разрыхлитель, сүт, тұз, қант, жұмыртқа және де сухари керек болады. Ең алдымен таза ыдысқа жұмыртқа және тұз, қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Венчикпен араластыра берсек болады. Ұнға разрыхлителімізді қосып, массамызға бөліп отырып араластырамыз. Бізде массамыз өте сұйық болмауы керек. Егерде ұн қажет болса, тағы да бір 10-20 грамм қоссаңыздар болады. Өте қою да болмау керек, осындай масса шығу керек. Құймақтың массасына ұқсайды. Келесі менде сосиски өте үлкен болған қаламағандықтан ортасынан осылай бір бөліп жібердім. Әрқайсысын осылай шпачкаға орналастырып дайындап қоямыз. Мінекей сосискиларымыз дайын. Енді осыны жаңағы араласқан массамызға толықтай батырып алатын боламыз. Одан кейін сыртын сухаримен жабатын боламыз. Қызып тұрған сұйық майға біртіндеп салып пісіріп аламыз. Тағы да бір түрі ол сухари болмаса, осылай массаға ғана толықтай батырып алып, сұйық майға салып пісіріп алатын боламыз. Екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, осы жолы сухари сеппедім сыртына. Тек өзін осылай сұйық майға салып пісіріп жатырмын. Негізгі рецепте кукуруз ұнымен жасалады, ал біз үй жағдайында көбімізде кукуруз ұнды қолданбайтындықтан кәдімгі бидай ұнынан жасадық. Сонда да осындай дәмді корндоктар шығады. Біздің ерекше әрі дәмді екі түрлі корндок дайын болды. Жанына кез келген гарнирді ұсынып, тағамға да ұсынсаңыздар болады, немесе өзін жесеңіздер де өте дәмді болады. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!